Сәлем қыздар, бүгін біздер ауыз ашарға өте дәмді әрі жеңіл, тойымды ыстық тағам әзірлейтін боламыз. Арнама тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші, алдымен осылай етімізді алып ұсақтап турайтын боламыз. Етімізді қызып тұрған майға салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің етіміздің өзінің суы шығып, өзінің суына жақсылап қуырылып алуын қадағалаймыз. Кейін осылай қуырылып болғаннан кейін үстіне бір ас қасық тұз салып, тағы да бір рет жақсылап араластырамыз. Кейін осы вегеттаның дәмдеу үшін қолданамын. Асқазанға өте жеңіл, бір қасықтай салып, тағы да жақсылап араластырып, қазанның қақпағын жауып, өзінің суы тартылғанша қойып қоямыз баяу отта. Енді менде екі түрлі гарнирмен болды. Біріншісі бізде ол картоппен пюре, осылай картопты суға салып, тұзбен қайнатып аламыз. Екінші гарнир бізде ол күріш, осылай қазанымызға сары майды ерітіп алатын боламыз. Еріген сары майымыздың үстіне осылай күрішімізді саламыз. Мен бір кесе күрішті жуып салдым. Егер адам көп болған жағдайда екі кесе солай көбейтіп сала берсеңіздер болады. Осылай бір рет араластырып аламыз жақсылап. Кейін үстіне бір ас қасық тұзымызды салатын боламыз. Және де біздің күрішіміз батып тұратындай етіп су құямыз. Қайнаған соң осылай бір рет араластырып, астын баяу отта пісіріп аламыз. Енді міне біздің етіміз пісуге жақын. Осы кезде ұсақтап туралған сәбізімізді салып, тағы да бір рет араластырып аламыз. 5 минут қуырып алғаннан кейін үстіне сарымсақ пен болгар бұрышын салатын боламыз. Мен бір болгар бұрышы және бір қызанақты осылай турап салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін үстіне ұсақтап туралған пиязымызды саламыз және де 2 қасық соя соусын қосатын боламыз. Және де содан кейін осы салмамыздың үстіне 2 стакан су құйып, қайнағаннан соң, суымыз қайнағаннан кейін тұзын көреміз. Егер де тұз аз болса, тағы да жарты ас қасық қоссаңыздар болады. Оттың астын баяу қойып, жарты сағат 40 минут аралығында пісіріп алсаңыздар болады. Міне біздің гарниріміз барлығы пісті. Ең бірінші осылай домалақ етіп шығару үшін шай кесеге осылай бірінші күрішімізді салып алдым. Кейін осылай тарелканың үстіне төңкеріп қоямыз. Содан соң пюре піскеннен кейін пюре езетінмен немесе миксермен езіп алсаңыздар болады. Мен миксермен езіп алдым. Және де оған сүт, тағы басқа бірдеңе қосудың, өзінің суын қосып жатады. Оның қажеті жоқ. Ол өзі қатты ыстықта пісіп тұрғандықтан былай да дәмді болып шығады біздің пюреміз. Содан кейін осылай үстіне салмамызды салатын боламыз. Осы кезде салмамыздың суын көбіректеу жаңағыдай күрішіміздің, пюреміздің үстіне қосып, дастарханға ұсынатын боламыз. Ас болсын, барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Ас болсын, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.